Сәлем досым, бай болғың келе ме? Байларша ақшаны қиналмай жұмсап, өз проблемаларын шешкің келе ме? Олай болса саған байларғадан мына 7 қасиетті үйреніп алуға кеңес беремін. Негізінде, байлар тек есеп-шоттағы ақшалардың көптігімен ерекшеленбейді. Олардың ойлау жүйесі де бөлек. Шынында, оларды осындай дәулетке жеткізгенде, олардың өзгеше ойлау қасиеттері. Сонымен, мен сізге сөзім дәлелді болу үшін миллиардер Стив Сиболт мырзаның 26 жыл бойы уақытын жұмсап бақылап зерттеген, осы уақытқа дейін көптеген мультимиллиардерлермен жүздесіп әңгімелесіп, соңында пайда болған байлар қалай ойлайды атты еңбегін мен сізге жақсылап қорытындылап берейін. Ал сіз болсаңыз, менің арныма жазылып, видеоға лайк басып, бұдан да әдемі видео шығуына себепкер болыңыз. Байлар қалай ойлайды? Бірінші, байлар дәулетті өздеріне тиесілі құқық деп санайды. Ал көпшілік байлықты бірен-саран адамға бұйырған бақ деп қана есептейді. Ал байлар баю өздеріне туғаннан тиесілі құқық деп санайды. Яғни, ойлары тәуелсіз шектелмейді. Екінші, байлар жеке бизнестің жылдам байытатын жол екенін жақсы біледі. Көпшілік болса, жеке бизнесті тәуекелге бел буу деп есептейді. Тұрақты жұмысты тәуір көреді. Ал байлар өмір бойы біреуге жұмыс істегенді құп көрмейді. Яғни тұрақты жұмыс сені айлыққа байлайды. Сосын 90% айлыққа жұмыс істейтіндер тек айлықтан айлыққа жетуді ғана мақсат тұтып, өз талантын жоғалтып қояды. Келісесіз бе? Егер де келіссеңіз, комментарийға келісемін деп жазып кетіңіз. Үшінші, байлар кез келген жағдайға бейімделу жетістікке жеткізеді деп есептейді. Керісінше, көпшілік адам қандай да бір жаңашылдықтан өзгерістен қорқады. Ескі көзқараспен өмір сүреді. Яғни, мектептегі бестік бағамен емтихандар сізді байытпайды. Сізді байтатын орта. Бұл тура карантиннен кейін дәстүрлі сауданың көбі интернетке жаппай көшкі сияқты мысал. Төртінші, байлар командалық жұмысқа сенеді. Көпшілік адам болса команда құруды қиын шаруаға санайды. Ал байлар командасыз табысқа жете алмайтынын жақсы біледі. Себебі дәулет бір емес, бірнеше адамның ақыл қайраты күш-қуатымен келеді. Бастысы сол адамдарды өзіңіз жұмыс жасата білу. Яғни, бойындағы менмендік, паңдықты бір шетке сырып қойып, көпшіл бол, елге пайдаңды тигіз. Ал қарымшысы ересен зор болмақ. Бесінші, байлар ақша табуды өте оңай процесс деп ойлайды. Керісінше көпшілігіміз нан тауып жеу оңай шаруа емес деп есептейміз. Ал байлар болса ауадан ақша жасай алады. Тек ақыл мен жүрек қалауына баса мән береді. Егер сенің қалауың көп болса, қалай ғана қаңтарылып жатпақшысың. Алтыншы, байлар баю үшін ой мен жүрекке баса мән береді. Көпшілігіміз болса ақшаның тек ауыр еңбекпен келетініне сен көбірек жұмыс істеуге тырысамыз. Бірақ ақша қашанда жетіспей жүреді. Ал байлар ақшаға келгенде күш емес, ойды іске қосу керектігін жақсы біледі. Олар көп ақша табу үшін көп проблемаларды шешеді. Жетінші, байлар ақшаны еркіндік деп есептейді. Көпшілік болса, көп ақша адамды бұзады деп қорқады. Өзін ақтайды. Ал байлар ақшаны жол ашатын көптеген мүмкіндіктерге қол жеткізетін құрал ретінде көреді. Яғни, кедей адам ақшаның маңызды екенін мойындай алмайды. Және де сол ақшаға қалай мұқтаж екенін де білмейді. Ал қазіргі заманда ақша көптеген проблемаларыңды шешуге өте жақсы көмектесетін бірден бір құрал екенін ұмытпа.